Бәріңе сәлем, бұл Марат Қани. Құрметті әріптес, оқушыларға арналған жас ахметтанушылар атты сайысты дайындаған болатынмын. Бұл байқаудың ерекшелігі қатысушылар экранда көрсетілген ұяшықтарды таңдау арқылы оның астында жасырынған сұрақтарға жауап береді. Мысал ретінде сіздерге көрсететін болса, бірінші ұяшықты таңдаған уақытта өлеңнің тақырыбын табыңыз деген сұрақ шығады және астында сурет бар. Оқушы сұраққа жауап бергеннен кейін сіз оның жауабын тексерсеңіз болады. Бұның жауабы ат пен есек. Енді басты бетке өтесіз. Сондай-ақ басқа ұяшықтардың да астында дәл солай сұрақтар жасырынған. Мысалы, өлеңнің тақырыбын табыңыз дейді. Бұл жерде тырна мен қасқыр бейнеленген. Оқушы дұрыс жауап берсе, жауабын тексерсеңіздер болады. Бұның дұрыс жауабы қасқыр мен тырна. Мінекей, астыңғы ұяшықтарды да қарайтын болсақ, осыған ұқсас сұрақтар бар. Қарамен жазылған сөздің мағынасын ашыңыз дейді. Бұл жердегі қарамен жазылған сөз михнат. Оқушы михнат деген сөздің жауабын табатын болса, кесапат, қасірет деп айтатын болса, оның жауабы дұрыс деген сөз. Басты бетке өтеміз. Осылай оқушылар өздері ұнаған ұяшықтарды тауып, оның астындағы сұрақтарға жауап береді. Дәл осылай сайыс өткізгілеріңіз келсе, гиперсілтеме қоюды үйренулеріңіз қажет. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен сіздерге гиперсілтемені қалай қою қажеттігін үйрететін боламын. Әуелі жұмыс үстелінде жаңа презентацияны құрып осылай ашатын боламыз. Ашылған бетке өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген ұйымдастыратын сайысыңыздың тақырыбын жазсаңыздар болады. Мен алдын ала дайындап қойған суретімді қоятын боламын. Мінекей, ойдым. Басты беттегі жұмысымыз аяқталғаннан кейін біз екінші бетке өтеміз. Бұл бетте өзіміздің қалауымыз бойынша қажетті ұяшықтардың санын жазып шығаратын боламыз. Тақырыбымызға байланысты бірнеше тақырыпшаларды таңдап шығарайық. Яғни бұл дегеніміз тәуелсіз Қазақстанға байланысты сұрақтар қойылады. Ұлттық салт дәстүрімізге байланысты сұрақтар қойылуы мүмкін. Және әдебиетке байланысты сұрақтар келуі мүмкін деп алып көрейік. Енді өзіңіз ұйымдастыратын сайысыңызға байланысты тақырыпшаларды таңдап алсаңыздар болады. Осылай алғаннан кейін оның дизайнын қалауымызша өзгерте беруге болады. Қатып қалған ештеңе жоқ. Өзгертіп болғаннан кейін ұяшықтарымыз неше ұпайдан тұрады? 10 ұпай, 20 ұпай, 30 ұпай. Соған сәйкес жоғары бөліктегі осы 4-3-тен таңдап алып, дәл осылай қойып шығамыз. ұпай, 30 ұпай, 40 ұпай деп алайық. Және үнтеуірінің оң жағын басып, изменить текст дегенге кіріп, 10, 20, дәл осылай, 30, 40 деп өзгертіп шығамыз. Осы ұяшықтардың барлығын түгелдей осылай белгілеп алып, өшіріп қою арқылы астына да орната береміз. Ұяшықтарды қою процесі аяқталғаннан кейін жаңа беттер ашып, осы ұяшықтардың астына жасырылатын сұрақтардың барлығын әрқайсысын жеке-жеке бір-бір бетке жазып шығамыз. Мысалы, тәуелсіз Қазақстан. Бұл бетте 10 ұпайдың сұрағы болады. Делік. Сол секілді келесі бетте 20 ұпайдың сұрағы болады. Одан кейінгі бетте 30 ұпайдың сұрағы болады. Кейінгісінде 40 ұпайдың сұрағы болады. Сол секілді салт дәстүр, әдебиет, осы бөлімдерінде сұрақтарын жазып шығамыз. Енді 10 дегеннің үстін басамыз, күнтөрдің оң жақ бөлігін басамыз және гиперссылка дейді, яғни гиперсілтеме деген жерді басамыз. Место в документе дегенді басамыз. Бұл 10 ұпайдың сұрағы болғаннан кейін осы жерден қараймыз. Бізде 10 ұпайдың сұрағы 3-ші слайдта жасырынған. Окей дегенді басамыз. 20 ұпайдың сұрағы бізде гиперсілтемеге барып, 20 ұпайдың сұрағы бізде 4-ші бетте жасырынған. Гиперсілтемені таңдаймыз және
4-ші беттегі слайдты таңдаймыз. Сол секілді 30 ұпайдың да сұрағын дәл солай таңдап ала береміз. Енді біз кіріп тексеріп көрейік. Тәуелсіз Қазақстан 10 ұпайдың сұрағын басып көрейік. Мінекей 10 ұпайдың сұрағы шықты делігі осы жерде. Енді бұл жерге біз жауабын қоюымыз қажет, сондықтан тағы да төртбұрышты болмаса дөңгелек өзіңіз қалаған пішіндегі фигураның бірін таңдап жауабы деп жазамыз. Ішіне жауабы деп жазғаннан кейін бізде жауабы жаңа бетте ашылу керек, сондықтан ол сұрақтың астына жауабын қоятын боламыз. Бұның жауабы тәуелсіз Қазақстан 10 ұпайдың жауабы деп алайық. Жауабы деп алғаннан кейін жауабы оқылады, одан кейін біз басты бетке өтуіміз керек, сондықтан бұл жердегі тексті басты бет деп өзгертеміз. Және бұны басқан уақытта басты бетке бару үшін тағы да гиперсілтеме қоямыз. Бізде басты бет екінші слайдта. Ал жауабы гиперсілтеме 13-ші сұрақтың жауабы бізде қай жерде еді? Неке шықты? 4-ші бетте тұр. 10 ұпайдың жауабы. Окейді басамыз. Енді екінші бетке өтейік. Слайдты қосайық. 10 ұпай шықты. 10 ұпайдың үстін басамыз. Тәуелсіз Қазақстан 10 ұпай жауабын көрейік. 10 ұпайдың жауабы деп осы жерге жауабы жазылып, басты бетке өтеміз. Сол секілді басқа ұяшықтардың үстін басқан уақытты дәл солай шығу үшін жаңағы пәрмендердің барлығын қайталап шығамыз. Құрметті әріптес, гиперсілтеме қою туралы осы видео пайдалы болса, лүпіл басып, пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.